Ардақты ағайын, қонақжай студиямызға келіп жайғасқан мейманымыз бар, таныса отырыңыздар. Әнші Олжас Аман, қош келдіңіз студиямызға. Қош көрдік, Мадина. Сізді көргенімізге қуаныштымыз. Арнайы енді Қарасай ауданынан келіп жатырсыз, шақыртуымызды қабылдап, рахмет арнайы келгеніңізге. Көңіл күйіңіз қалай? Көңіл күй жақсы. Шақырған жерден қалма дейді ғой қазақ. Шақыруларыңызға да рахмет. Көңіл күйіміз жақсы, жалпы барша көрермендерге, тыңдармандарға да қайырлы таң, күндеріңіз шуақты болсын, берекелі болсын. Сол келіп қалдық, қош келдік. Сізді көргенімізге қуаныштымыз. Енді бірден осы өнерге қалай келдіңіз, сол жағынан бастасақ? Енді өнерге қалай келгенде, жалпы қазақтың қай баласы да өнерден құралақан емес қой, өдемейтін қазақ жоқ дейді. Кішкентай бала күнімізден жалпы өнерден алыс емеспіз. Әкеміздің мектебі сол есімді біле бере өнерге баулыды. Мектеп оқып жүрген кезде де 3-4 сыныптардың шамасынан сол мүшәйраларға қатысып, бізде осы облыс көлемінде өтетін оқушылардың арасындағы абай оқуы деген бар еді. Мұқағали Мақатаевтың мүшәйрасы. Соларға қатысып жүріп, содан кейін кішкене есімізді біле келе ақындар айтыс өнеріне қызығып, кезіндегі сол кездегі дүлділ ақындар, марқұм кешегі Оразалы Досбосынов ағаларымыздың айтысын көріп, өзіміздің осы Жетісудың дүлділі болған Арқалы Айтақын ағаларымыз бар, Марқұмбек Имашев ағаларымыз бар, сол кісілердің айтыстарын көріп, ақындар айтысына деген қызығушылығымыз пайда болып, айтысқа қатысып, осы облыс көлемінде өткен біраз Жыралыбы Жамбыл, Сөзсілей Сүйінбай, Біржан Сараның айтыстары. Кез келген байқауларды жібермей қатыстыңыз ғой? Қолымыздан келгенше әйтеуір сол ауданымыздың аттан, Қарасай ауданының аттан келіп, облыс көлемінде сол ауданымыздың абыройын қорғап, қолымыздан келгенше айтысқа қатысып жүрдік. Айтысты қолыңыздан келгенше қатысып жүрдіңіз, жыр додаларында өзіңіз бой көрсеттіңіз. Неге айтыстан кетіп қалдыңыз? Неге алшақтап кеттіңіз? Енді жалпы Мұхтар Әуезов атамыздың бір жақсы сөзі бар еді ғой, кез келгеннің бақшасында піспейтін, кез келгеннің уысына түспейтін бір үлкен киелі өнер ғой айтыс дегенде. Жеңілдікті онша қатты жақсы көрмейтін, біраз ізденіс керек. Енді кішкене есегелі қызығушылығымыз, балалығымыз ба, қызығушылығымыз ба, ой қуғаннан гөрі той қуғанды жақсы көріп кішкене кетіп қалған жайымыз бар. Енді жалпы әрқашанда әйтеуір кеткенде де алыстап кеткен жоқ, сол өнердің айналасында жүрміз ғой. Тамаша. Ендеше айтыскер ақын деп жатқаннан кейін, сізген бір таңжарыққа деген бір арнау сұрамасақ қате болар, бір арнау орындап берсеңіз. Бұл қалай болады екен енді, аяқ астынан көрейік енді, қолдан келгенше. Арнау айт деп отырсыз қолқа салып, бұл Олжас не айтам деп. Бұл Олжас не айтам деп алаңдады. Алла деп сөз бастасам қате болмас. Сеніп тұрса көрерменнің маған бәрі. Мына бізді құрметтеп қонақ қылған Жетісу телеарнасы сен дөсе бер. Беуде. Риза болсын көрерменнің саған бәрі. Таң жарық деп ел жұртты оятатын, аман болсын арнаның мамандары. Пақ шіркін, шап. Телеарна жанынан радио ашылыпты, құтты болсын қадамдары. Бұл арнада Бейсен Құранбек ағамыздың мұра болып қалған қағаз қаламдары.
осындай арнасы бар талды қорған. Келген адам кеткісі келмейтіндей, көз көркіңе көз тоймайды далаңдағы. Жеті күн жырласақ та тауыспаспыз, жетістікті мұназ қалаңдағы. Ал енді көрермендер қайырлы таң, ассалаумағалейкум баршаңызға. Ассалаумағалейкум баршаңызға. Жер жанатын мекен еткен армысыздар, жерұйық жетісудың ей шіркін, адамдары әләулім майдайдым майдайдым. Тамаша. Бітіре салайық. Бәрекелді. Енді осы айтысқа қайтадан оралуға қалай қарайсыз? Біраз жерге дейін шабатын сияқтысыз. Ол жайында енді өмір көрсетеді, алдағы уақыт көрсетеді. Жалпы жаңада айттым ғой, өнерден алыстап кеткен ештеңеміз жоқ. Арнайлап айтысқа қатыспасақ та, анда-санда қолымызға шабытымыз келгенде қалам алып қағазға ойымызға келген дүниені шимақтайтынымыз бар. Жалпы бұл қазақтың қанына сіңген ұмытылмайтын өнер ғой. Дұрыс айтасыз. Кезінде кішкентай жаңағы мектеп оқып жүрген кездерімде жаңа әңгімеден әңгіме шығып есіме түсіп жатыр ғой. Бала би деген журналдар болатын, сол жерге айтыстың төріне шығам, айтыстың ордасының, айтыстың ақмылтығы олжасымын, оқ бойы озғанымша одариғай болмайды домбырамен ойғатыным деген бір шумақтарым болып еді. Енді бақыт көрсетеді бәрін. Ал шығармашылығыңызға тоқталсақ, қандай жаңалықтар болып жатыр? Шығармашылық сол енді жақында бір жаңа ән жазып дегендей, өзіме жеке авторлық ән жазып, аман ба деп халықтың амандығын сұрап бір ән жазып шығарған жайымыз бар. Бүгін сол әннің тұсаукесері, бүгін сол әннің. Тамаша, ендеше ән жайлы ести бермей, көрерменде күтіп қалған болар. Сол әннің өзін тыңдасақ. Бәрекелді. Студия төреңіздікі. Ал еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Сыйластық гүлдей бір ашып, бауырмалдыққа ұласып, қарға тамырлы қазағым, тұрайық саулық сұрасып. Құбылған мынау заманда, амандық керек адамға, қалайсың қайсар қазағым, үй ішіндегі заман ба. Мағанда, саған, оғанда, татулық керек қаламда, жан-жағың тума-тумысың, мал жаның түгел аман ба. Ауырмай әкең анаңда, күлімдеп жүрсе балаңда, бәріміз бізбенсіз болып, сыйласа білсек жаман ба. Құбылған мынау заманда, амандық керек адамға, қалайсың қайсар қазағым, үй ішіндегі заман ба. Мағанда, саған, оғанда, татулық керек қаламда, жан-жағың тума-тумысың, мал жаның түгел аман ба. Жан-жағың тума-тумысың, мал жаның түгел аман ба.
тапқан көзін ашпаған қазаққа берсін бағалам. Құбылған мынау заманда амандық керек адамға, қалайсың қайсар қазағым, үйшін тегіс аман ба. Маған да саған оған да татулық керек қаламда, жан жағың тума туысың, мал жаның түгел аман ба. Жан жағың тума туысың, мал жаның түгел аман ба. Халықтың көңілінен шығып, ықыласына бөленетіндей ерекше туынды екен. Рахмет. Енді осы туындының шығу тарихына тоқталсақ, сөзін кім жазды, әнін кім жазды? Бұл туындының шығу тарихы жалпы бір елдің амандығын сұраған жағдай, енді өзі белгілі болып тұрған шығар. Жалпы шабыттандырған кезі мені кешегі енді жалпы қазақтың әр баласына оңай тиген жоқ қой, қаңтар оқиғасы. Содан кейін осындай бір жағдайлардан кейін бір халқымыздың, еліміздің алдына шыққанда бір амандығын сұрап, амандығын тілеп, амандығын білсек, артынан осы еліміздің болашағына бір жақсы тілек арнасақ дегендей ниетпен дүниеге келген ән. Бұл ән негізі қаңтар оқиғасынан кейін емес, жалпы негізі кеше пандемия кезінде бір сондай қиын жағдайлар болды ғой. Тіпті адамдар үйінен шыға алмай қалғанда кездері болды. Бір-бірінің хабары жоқ, көрмей, білмей. Негізі сол пандемиядан кейін, карантиннен кейін шыққан ән болатын. Әнін жазған жігіт Ербол Бәтен деген Ақтөбенің тумасы, сазгер, термеші, жыршы жігіт. Сөзін жазған белгілі ақын Ораз Қиынбай дейтін бауырымыз, ол да Ақтөбенің жігіті. Жалпы басындағы екі шумағын Ораз Қиынбай жазды. Кеше осы аранжировка жасалып өмірге жатқан кезде кішкене қысқалау болып қалды да, аранжировщик Қуаныш Құрманбаев деген өзімнің бауырым ағам. Ол да өзінің үлесін тигізді? Ол кісі өзінің үлесін тигізгенде тағы бір шумақ қосуымыз керек, мынау қысқарақ болып қалды деп. Сонымен дәл сол сәтте Ораз бауырымыз Турцияға, Стамбулға кетті да. Сонымен айтыскер ақын ақтөбелік, ол да қазір Астанада, Данияр Алдаберген деген бауырымыз бар. Үшінші шумағын жаңағы сол Данияр жазды. Сонымен былай айтқанда авторы, әннің авторы Ербол Бәтенде, сөздің авторы Ораз Қиынбай мен Данияр Алдаберген болып тұр енді. Орындаушы мен өзім. Өз ісінің мамандары жұмыс істеген болып тұр ғой, солай, жалпы бөтеніш қайшы жоқ бәрі де. Тағы кімдермен шығармашылық байланыс орнатып жатырсыз? Жалпы енді шығармашылық байланыс, жалпы бағанада тілге тиек қылып айтып кетіп жатырмыз ғой. Әйтеуір өнердің айналасында жүргеннен кейін жалпы араласатын адамдарымыз да, інілеріміз де, ағаларымыз да сол өнердің айналасында жүрген бауырларымыз. Енді алдағы жоспарда бір жақсы әндер бар. Мынау кешегі Аралдың тумасы болды, Аралдың табанынан су кеткен, мен халқымның жүрегінен жыр кеткен жоқ деп жырлаған Бекұзақ Тәңірберген дейтін ағамыздың баласы Ұлықбек Бекұзақұлы. Өзімнің сыйласып өмірдегі араласып жүрген досым, сол жігіттің сөзіне, мен қазақпын, алғыс, жақсы адамдардың әнін жазған Жарасқан Төлебай бауырымыздың әніне жазылған бір жақсы әндер дайындалып жатыр. Сосын мына кеше қазір енді хит дейміз ғой, тойдың хиті болып жатқан, халықтың сұранысына ие болып жатқан Аягөз қайда барасың әнін жазған автор Қазалының Сыр өңірінің тумасы, ол да Нұртуған Жаңабайұлы деген өзімнің інім бауырым. Сол жігіттердің, сосын кеше мынау тойда хит болып жатқан тағы да заманға сай 18 бен 25 достарым Алатой, оның да авторы Мұхтар Тұңғатар деген, ол да өзімнің бауырым інім. Сол жігіттермен енді араласып, құраласып, ақылдасып, Елнұр Наурызбек деген жігіт бар, ол да талантты, мықты жігіт, консерваторияның түлегі. Сол ақылдасып, кеңесіп бір-бірімізбен жақсы дүниелер болса, тығыз жұмыс жасап жатырмыз бұйырса. Тамаша. Енді шығармашылықты енді бастап келе жатырсыз, алдағы уақытта қандай бағытты ұстанасыз? Қандай әндер күтеміз сізден? Бізден күтетін ән енді жалпы
өзіміздің табиғатымызға сай келетін нәрсе жалпы ең бірінші қазақылық қой. Сол ең бірінші қазақы нақыштағы бір жеңіл әңгімеден гөрі сол кішкене болса да бір салиқалы, салмақты, халыққа бір ой тастайтындай берері бар дүние болсын дейсіз. Сондай болса, халықтың жүрегінен орын тауып жатса, содан артық ешнәрсе керек жоқ сияқты. Жалпы. Қазір өзіңіз қазақилықты насихаттасам деп жатырсыз. Ал өзіңіз осы бағытта жүрген бір үлгі тұтатын азаматтар бар ма? Әрине бар ғой. Қазағымыздың эстрадасында. Кімді ұстаз ретінде санайсыз? Кімге қарап өзіңіз бой түзейсіз енді? Кез келген адам біреуге қарап алға қарай жылжиды ғой? Енді өзіміздің жақын араласатын Өмірқұл Айниязов ағамыз бар. Ол кісінің де Өмірқұлдың аты естілген кезде бірден қазақылықтың иісі шығады ғой. Сосын енді мән мағына жағына жалпы көңіл бөлетін кісі. Сосын қазақ эстрадасында жалпы көп айта берсем, мысалы кім бар? Еркін Нұржанов. Ол да бір салиқалы, бір жақсы, халыққа ой салатын жақсы дүниелерді жеткізіп жүр ғой. Тамаша. Сондай. Ал енді алдағы жоспарыңыз қандай? Халықты немен қуантасыз? Жоспар енді, жоспар көп қой жалпы. Осы жалпы қанша уақыттан бері өнерде айналасында жүрсек те, жеке өзімнің авторлық бірінші туындым осы шығып жатқан. Жаңа тұсауын кесіп жатырмыз осы жерде. Осы әндерді сол халықтың жүрегінен, көңілінен орын табатын қолымыздан келгенше әйтеуір дүниелерді жарыққа шығару. Осы әншілік жолды ұстанамын. Жалпы жоспар осы осындай бір рухты көтеретін, сондай халыққа бір ерекше ой салатын туындылар жарыққа шығады дейсіз ғой? Бұйырса, Алла қаласа. Әніңізге осы домбыраның үнін қосу қалай? Ойда бар? Домбыраның үнін жалпы ма? Жалпы. Болашақта, болмаса бір дәстүрлі әндер шырқап деген сияқты. Енді әлде эстрадалық бағытта жұмыс жасайсыз ба? Эстрадалық бағытта жұмыс жасайтын шығармын. Эстрадалық бағытта жұмыс жасайтын шығармын. Домбыраның үні міндетті түрде қосылады. Жаңағы әндерде де домбыралардың үні қосылған. Енді қазақи нақышта болғаннан кейін домбыраның үні қосылмаса болмайтын сияқты. Қазақилықтың иісі шықпай қалады, иісі шығу керек. Қос ішек бұтақтайдың иісі шығу керек бұл домбыраның. Тамаша. Арнайы уақыт бөліп біздің студиямызға келгеніңізге алғысымызды білдіреміз. Шығармашылық табыстар тілейміз. Бүгінгі тұсауын кескен әніңіз халықтың ықыласына бөленетін ерекше әндерден болсын. Осындай рухты әндеріңіз көп болсын дейміз. Ал енді Жетісу жұртшылығына деген арнайы тілегіңіз болса, жылы лебізіңіз болса. Жалпы Жетісу ұжымына, осы Таңжарық бағдарламасына, Жетісу жұртына, жалпы қазақ еліне, исі мұсылманға тілейтініміз бейбітшілік, еліміз аман болсын, жұртымыз тыныш болсын, әрқашанда жақсы күнде жүздесіп, қуанып жүргенге не жетсін. Барлықтарыңызға амандық тілейміз, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, қазақ елі өсе берсін, өркендей берсін, қазақтың болашағы жастар саналы болсын, салиқалы болсын. Тілегіміз көп енді жалпы айтып жеткізе алмаймыз, тауыса алмаймыз айтып. Еліміз аман болсын, ең бастысы. Амандық керек, ауыз бірлік керек. Жаңаға қазақ айтады ғой, бақыт қайда барасың, байлық қайда барасың, құт береке, ырыс дәулет қайда барасың дегенде, ауыз бірлігімен ынтымағы жарасқан елге барам деген екен, сол айтқандай. Ауыз бірлігімен ынтымағы жарасқан үлкен ел болып өсе берейік. Қазақ елі аман болсын. Рахмет, сіздің де алға қойған жоспарларыңыз орындалып, жақсы жаңалықтарыңызбен бөлісіп біздің студиямызға тағы да келе беріңіз дейміз. Рахмет. Рахмет.